Қайырлы күн, көпшіліктің сұрауы бойынша ро жарысы туралы мәлімет беремін. Бұл қандай жарыс, қалай қатысамыз, қандай роботтар керек, полияны қайдан шығарамыз деген жауаптарды бүгін осы видеодан ала аласыздар. ро жарысы біздің елімізде Назарбаев зияткерлік мектептері ұйымдастырады. Және сол мектептердің базасында өтеді жарыс. Қалалық аудандық этаптар болмайды, сразу облыстық этап болады. Облыстық этаптан бірінші орын алған командалар республикалық этапқа қатысады. Республикалық этаптан бірінші орын командалар халықаралық этапқа қатысады. Халықаралық этап жыл сайын әр елде болады. Бір жылдары Сингапурда, бір жыл Турцияда, мысалы өткен жыл Турцияда болса, осы жылы тағы да басқа елде болады. То есть қай жерде болатыны сол жылы болған чемпионаттан кейін, халықаралық чемпионаттан кейін ол ақпаратты беретін болады. Жалпы қандай категориялар бар, соны қарастырайық. Robotics Niche Eduға кірсеңіздер, негізгі сайтына, осындай сайт шығады, осында правиланы бассаңыз, негізгі роның барлық ережелері тұрады. Оның бізде 1, 2, 3, 4 категориясы бар. Негізгі 4 категориясы бар. Біріншісі ол Future Innovators, творческая категория, шығармашылық категория деп аталады. Бұл жерде проект қорғау керек. Ал бірақ проект қандай темасы болады? Онда біз оны миссия финаладан көреміз. Міндетті түрде бұдан бөлек, бұл видеодан бөлек, әр положениені оқып шығу керек. Осы жылғы тема бізде тақырып роботы и культура. Жыл сайын бұның тақырыбы өзгереді. Сол үшін мән беріп керек. Қалай дайындаймыз, не туралы болады, мұнда направление жазылған. Одан кейін миссиясы тоже жазылған. Яғни міндетті түрде, мысалға сіз жалпы робот и культура, мәдениетке байланысты любой бір сайт или приложение болса да, оны біз роботқа айналдыруымыз керек. То есть робот арқылы біз оны қалай көрсете аламыз, соны дәлелдеп, соны көрсете алуымыз керек. Және бұл жерде барлығы жазылады. Яғни направлениені ашып жазады, не нәрсе жасауға болады, жазылады осында. Барлық ақпарат осылайынан мұнда көрсетілген. Және стенд, защита қалай жасалады, оған қандай жаңағы документ керек, мысалға 2 экземплярда керек, оның біреуі андай болу, біреуі мынандай болу керек деген сияқты барлығы осында жазылған. Және бұдан бөлек, бұл жалпы бұл тақырып туралы айтылған документ. Ал екіншісі, общее правиланың ішінде жаңағы айтып кеткен, оны әрлеу бойынша, қатысатын жас ерекшеліктерге бойынша. Жақсы жері бұл жарыстарда, роның жарыстарында әрбір категорияның ішінде 3-ке бөлінеді. Яғни кіші, орта және үлкен жас аралығында болып бөлінеді. Және оның барлығы бізде тоже жазылады осылардың ішінде. Мысалға қарасаңыз, бұл осы жыл үшін 2026, қазір мен 3 апрельде айтып жатырмын мұны. Қай жас аралықтары кіреді осыған, осы жас аралықтарды бойынша қатысады. То есть сіз мысалы творческая категория, оның ішінде elementary, junior, senior деп бөлінеді. Elementary деген жаңағы бастауыш сынып, және 5-6 сыныптардың балалары да кіреді. Ортаншы, мұнда младший деп берген, junior, 11-15 жас аралығы, және 8-9 сыныптардан жоғарылар, егер жастар осылай келсе, онда ол бізде senior болып аталады. И мұнда толық барлығы жазылған. Бұл шығармашылық категория. Енді екінші категория ол бізде RoboMission. RoboMissionның ішінде де бізде elementary, junior, senior деп бөлінеді, жас аралығында. Бұл жерде RoboMissionда поле болады өзінің, жыл сайын ауысатын, бірақ ол полияларды сіз өзіңіздің қалаңыздағы типографияда шығара аласыз. Мұнда игровой поле, егер жай, бір баннерный материал болады, сондайға немесе қағаз сияқты материалға шығаратын болсаңыз, жабыстыратын материалға, сондай берілген осында. Кейбіреулері 0,3 мм деген, ол егер ПВХ қалыңырақ заттарға шығаратын болсаңыз, сонда солай көрсетілген.
жалпы давайте үшін общие правила міндетті түрде оқисыз. Оның ішінде әр элементаридің несі бөлек, картасы бөлек, juniorдың картасы бөлек, seniorдың картасы бөлек, және бұлардың миссиялары әртүрлі. Правиланың ішін ашып көрейік, біреуін көрсетейін сіздерге. Младшие категории, тоже теманы қарасаңыз, роботы и культура. Сол өткен жыл басқа категория, басқа болды, осы жылы басқаша болады. Осында көрсетілген барлығы, игровое поле, подготовление шоу, мынау дейді. Жалпы поле туралы осылай айтады, қандай аймақтар бар, қай жерден бастау керек, және нелерді жасау керек екені, қандай миссиялар жасау керек екені көрсетілген. Кейбір мысалға түстер бойынша немесе түстер жоқ болса, кейбіреулері стандарт сол жерде всегда тұрады, кейбіреулері жаңа жребий бойынша анықталады деген нелер бар, соларды қарайсыздар. Оны құрастыру үшін арнайы уроның наборын сатып алуға болады, немесе өзіңізде бар жаңағы Lego EVH, Spike, немесе Lego Essential, Spike Essential бар, немесе First жасынан қолданатын Explore категориясындағы леголар бар, немесе үйде осындай бар болса, сондайлардан құрастыруға болады. Егер прям ондай жоқ болса, кішкене мысалға мында кейбіреулер заттар орында тұрады, қозғалмайды. Оларды болса жасамауға болады, немесе альтернатива ретінде басқаша құрастыруға болады. Но бірақ размерлердің барлығы сәйкес келгені дұрыс. Өйткені размер және түсі сәйкес келген дұрыс. Мысалы, түс датчик қай жерді қарайды сізде? Мына жерге дейін ғана түс датчигі келсе, мында сізде көк жоқ болса, басқа түстен істей беріңіз. Главное, түс датчигі көретіндей детальдар болу керек, та? Осында ноталар туралы. Енді бұл жерді бір оқисыз, оқығаннан түсініксіз болса, мен осылай жасаймын. YouTube'тан URO 2026 elementary деп жазамыз. И мында мысалдар бар, әртүрлі жасаған мысалдар бар. Бірақ бір нәрсе, ол біз дәл ондай қылып жасай алмаймыз. Жаңа код жазу туралы түсіндірген. Егер де сіздің elementary осылай видеолар көрсетілген. Дәл YouTube-тағындай робот болса, сіз дисквалификация аласыз, өйткені кейбіреулер сатылады ғой, бұларды сатып алып құрастырды, немесе қарап құрастырды деп айту мүмкін. Қарап кішкене механизм түсініп құрастырсаңыз болады. Детальдары барлығы өзгеріс, то есть өзіңіздің индивидуальный роботыңыз болу керек. Не істеп жатқанын міне қарайсыз, жаңа картада көрсетіліп тұр ғой барлығы. Соны түсінбесеңіз, осылайынан үлгі ретінде видеоларды қарауға болады. Осылайынан енді бірнеше варианттарды қарайсыз, көп салат негізі дайындалған командалар. Бірақ дәл сондай жасауға болмайды. Поле осылай. Обязательно бортиктер болады. Облыстық этапта да, республикалық этаптарда, то есть робот бортикке жақындап өзін несін түзеп алса болады. Корпусын түзеп алса болады, қисық бара жатса. Осылай ноталарды түс бойынша қойып шығу керек. Ноталардың орналасуы осы реттілікпен болады ма, болмайды ма, ол бізде положениеда барлығы жазылып тұр. Elementary осылайынан, одан кейін бізде бұл жерде проект ештеңе керек жоқ. Инструкция для сборки, ол бізде ненің сборкасы, жаңағы поледе тұратын элементтердің сборкасы. Бұл роботтың сборкасы емес. Нотаны қалай қою керек, 4 бұрышты заттар болды, соларды қалай қою керек көрсетілген. Одан кейін 3D визуализация көрсетілген, тоже жаңа инструкция сборки сияқты. Одан кейін juniorды қарайық. Juniorдікі несі басқаша. Бұның полесі басқаша. Тоже тақырып сол. Сезон робот-герой, бір нәрсе деген сияқты. И полесі сәл басқаша. Старт мына жерде бізде всегда болады, және роботтың размері осының ішіне шығып кетпеу керек. Сондай нелері бар. И былай жүрген кезде түртіп кетпейтін заттары болады. Соларды түртсе штраф алады, түртпесе бонус ұпай алады деген сияқты болады. Және бір мәселе айтып кетейін, elementary үшін де, junior үшін, senior үшін де
негізгі осындай негізгі миссиялары болады, және бір бонусный миссия болады. То есть бонусный миссияны бізде екінші заездтен кейін уақыт беріледі тағы да. Оны яғни мында бір нәрсені орнын ауыстырып қою мүмкін, немесе бір нәрсені алып бір жерге апар деп, сол жерде жюри өзі айтады. Жюриге әрине ұйымдастыру комитеті арқылы беріледі бонус не, и ол арқылы балалар бұл жерде тексеріледі. Яғни основной бірінші екінші заездте раундта біз өзіміз үйден дайындап келген затты көрсеткен болсақ, мына жерде уже баланың нақты біліп білмейтіні көрінеді. Яғни айту мүмкін, мына жердегіні алып мына түске апар, мына жерге қой деген сияқты, или жинап барлығын бір жерге алып кел деген сияқты сол жерде айтылады. Ол алдын ала белгілі болмайды. Так, junior-тікін қарасаңыз басқаша, бұны да дәл солайынан, мұнда elementary'дің орнына junior деп мысал ретінде көресіз. Бірақ түгелімен тек YouTube-тағы мәліметке сүйенбеңіз, өйткені әркім әртүрлі түсінеді, әркім әртүрлі жасайды. Негізгі правиланың барлығы қағазда осы неге жазылған. Осындағы сайтта берілген. Картасы басқа, размері барлығы осында көрсетілген. Қай жерде көрсетілген, қазірге айтайын. Общий правиланы міндетті түрде оқимыз. Егер бірінші рет сіз қатысып жатқан болсаңыз, міндетті түрде түгел оқып аламыз. Міне, размері осында көрсетілген. Одан кейін бізде senior категориясы, также бұның полисі басқаша, және миссиялары да басқаша, кішкене күрделірек болады, және осында құрастырылатын, то есть әртүрлі. И мұнда также жазамыз senior деп. И миссияларын көресіздер, осында көрсетеді. Дәл осындай, мысалға біреу сатады, мына кісі кажется сатады, осында соңында айтады, можете купить деген сияқты. Бірақ оны алғаннан кейін, дәл осындай апарсаңыз, сразу уже сіз 0 ұпай алып, неден шығарасыз, ойыннан шығарыласыз. Өйткені бұндай көшіруге болмайды. Механизмді қарап, осы сияқты жасауға болады, бірақ дәл бұлайынан роботты апаруға болмайды. Және мысалы мына жерде қазір ол былай түс бойынша қойып жатыр ғой, мынаның ішкі жағы жребий арқылы анықталуы мүмкін. То есть мына жерде сары, мына жерде көк тұру керек деген сияқты, оны біз положениенің ішінен оқып аламыз. Robo Mission категориясы жалпы осылай. Енді Robo Sports категориясын қарайық. Бұл көбінде өзгермейтін категория. Бұны Robo Tennis деп те атайтын сияқты, Double Tennis. Double Tennis команда возрастной группы қандай екені көрініп тұр мұнда. Қандай өзгерістер өткен жылға қарағанда өзгерістер бар. Бұл жерде барлығы бірге қатыса береді. 2011, 2018. Ой, кешіріңіздер. 11 жастағы мен 18 жастағы балалар. Так, бұны также оқисыздар, қарайсыздар. Бұл жер осы жылы мынаны қосқан сияқты. Өткен жылы барлық сары доп болса, осы жылы фиолетовый доп қосылады. Және фиолетовый доп бұл жерде мында екі робот, бір робот, екі робот өз алаңдарында тұру керек, және робот автономды болу керек. Уроның барлық категориясында роботтар автономды болу керек. Мында роботты запускать еткеннен кейін ол сары доптарды қарсылас аймаққа жіберу керек. Сары доптарды қарсылас аймаққа жіберу керек. 2 минут уақыт беріледі. 2 минуттың ішінде қанша осы территорияда қанша сары доп қалса, сары бір ұпайға есепте. То есть бір деген, то есть қаншалықты жоқ болса сарылар сіз жеңдіңіз, қаншалықты көп болса сіз ұтылдыңыз. Бір деген ұпай алады, ал мынау фиолетовый болса, ол бізде -2. Мысалы, сізде осы 2 доппен бір фиолетовый қалып қойса, сізде 0 ұпай болады. То есть жеңіске жету ықтималдығыңыз көбейеді. Бұны да также оқып шығамыз, және мұнда жазамыз. 2026 теннис жоқ, сол үшін осылайынан Robo Sport деп 2026 жарайды тұра берсін. Ол кезде көрінбейді, сол үшін лучше былай істейік, Robo Sport деп. И міне осындай
көрсетіледі. Түсіну үшін роботтар автономды болады. Лақтыратын несі болуы мүмкін. Және мына жерде қарасаңыз, былай көтеріліп тұрады. Қызылға басуға болмайды. Роботтар бір-біріне тиюге болмайды. Тиілсе, жаңағы ойын тоқтатылып, алынып тастайды деген сияқты. Оның ережелер бар. Оны жеке кіріп, тағы да оқыңыз. Робоспорт осылайнан. Полисі мында тұр. Для печати. Осыны загрузка жасайсыз да. Одан кейін оны не істейсіз, типографияға бересіз, размерін қарайсыз, сол бойынша шығарасыз. Енді Future Engineers деген сәл басқаша, бұл жерде уже более ақылды роботтарды ойлап табу керек. Автопилот, автомобильный вызов дейді. Тоже оқып шығасыз барлығын. Міндетті түрде оқып шығу керек. Қатысатын оқушылардың жаңа жастары осы сезонға. Және бұның да картасы бөлек, мүлдем бөлек. Бұл жерде мен түсінгенім бойынша, Future Engineers деп жазып керек. Future Engineers. Мұнда робот жаңағы шығады аймақтан, және қызыл және жасыл көбіктер бар. Біруін оң жағынан, біруін сол жағынан айналып өту керек. Старт аймағы сол жерде айтылады, кажется. О жағын оқу керек, о жағын мен қарамадым. Бұл категорияға мен өзім қатысып көрген жоқ, бірақ қызықты категория. Міне камерасы болады, камерадан қарап, сол жағынан өту керек. Жасылдың сол жағынан, қызылдың оң жағынан өту керек. И соңында мына орынға келіп тұру керек. Сол бойынша ұпайлар беріледі. Жалпы осылай уроның категориялары. Міндетті түрде қатысыңыздар. Жыл сайын өзгереді. Қызықты категориялардың бірі және оқушы деңгейінде болатын категориялардың бірі. Бүгінге осы. Пайдалы білім болсын. Іске сәт.